Мен Рысмахан Сүйкім Маратқызы бүгін сіздерге 6 сынып қазақ тілі пәні бойынша панорамалық сабақты жүргізетін боламын. Бөлім атауы қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Сабақтың тақырыбы салт-дәстүр және тәрбие. Сабақтың мақсаты мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып құттықтау құрастырып жазу. Ұйымдастыру кезеңі: оқушылармен сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, оқушыларды сабақ мақсаты мен критерийімен таныстыру, үй тапсырмасын сұрау. Бағалау критерийі: тақырыпты болжайды, мәтін мазмұнын түсініп, мәтін бойынша сұрақтарға еркін жауап береді, мәтіндегі ақпараттарды пайдалана отырып құттықтау жаза алады, грамматикалық тақырыпты түсіне отырып тапсырманы орындай біледі, сабаққа белсенді қатысып, өз ойын нақты әрі толық жеткізе алады. Бағалау критерийін негізге ала отырып, оқушыларды бағалау кестесі арқылы бағалайтын боламын. Яғни, үй тапсырмасы бойынша 1-2 балл, тыңдалымнан кейінгі тапсырма бойынша 2-3 балл, сұрақ жауап бойынша 1-2 балл, оқулықтағы тапсырма бойынша 2-3 балл. Оқушылар тапсырманы орындау деңгейіне қарай осы балдарға ие болып отырады. Үй тапсырманы сұрау кезеңі: оқушыларға миға шабуыл сұрақтарын қоямын. Яғни, істеу дегеніміз не? Туынды істеу дегеніміз не? Деген секілді сұрақтар қоямын. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар жаңа тақырыпқа қатысты суреттерге ие болады. Барлық суреттерге ие болғаннан кейін оқушыларға бұл суреттерден нені байқап тұрмыз? Бұл суреттердің мағынасы қандай деген сұрауларды қоятын боламын. Оқушылар өз ойларын айтады. Содан кейін бүгінгі лексикалық тақырыптың маңыздылығын айтып өтемін. Себебі бүгінгі лексикалық тақырып біздің салт-дәстүрлеріміз, ұлттық құндылықтардың бірі. Одан кейін тыңдалым алды тапсырмасын орындатамын. Яғни оқушыларға бірнеше сұраулар қоямын. Салт-дәстүр дегенімізді қалай түсінесің? Қандай салт-дәстүрлерді білесің? Салт-дәстүр мен тәрбиенің қандай байланысы бар деп ойлайсың? Осы сұраққа жауап беру арқылы оқушылар тыңдалым алды тапсырмасын орындайды. Тыңдалым тапсырмасы: салт-дәстүр және тәрбие тақырыбы бойынша бейнеролик көрсетіледі. Оқушыларға бейнероликті мұқият тыңдау керектігі айтылады және де мазмұнын дұрыс түсіну керектігін айтылады. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма: тыңдалымдағы ақпаратты пайдалана отырып құттықтау жазыңдар. Құттықтауды жазып болғаннан кейін оның жанрлық және стильдік ерекшеліктерін анықтаңдар. Тапсырмаға сай бағалау дескрипторы: мәтін мазмұнын түсінеді, берілген ақпаратты пайдалана отырып құттықтау жазады, құттықтаудың жанрлық және стильдік ерекшеліктерін анықтайды. Бағалау дескрипторына сай оқушылар бағаланады. Одан кейін грамматикалық тақырып мекен істеуі түсіндірілетін болады. Түсіндіріп болғаннан кейін мекен істеуіне байланысты сұрақтар берілетін болады. Яғни, мекен істеуі дегеніміз не? Мекен істеуінің сұраулары қандай? Мекен істеуіне мысал келтір деген секілді сұраулар берілетін болады. Оқушылар сұрақтарға белсене отырып жауап беру керек. Келесі грамматикалық тапсырма. Оқулықтағы 10-шы тапсырма. Төмендегі мекен істеулерін қолдана отырып, сөз тіркестерін құра. Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы сөз тіркесін құрай алады, мекен істеулерін қолдана біледі. Бағалау дескрипторына сай оқушылар бағаланып отырады. Одан кейін үй тапсырмасы беріледі. Оқулықтағы 8-ші тапсырма. Тыныс белгілерін дұрыс қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөйлемде істеулер бар ма, тауып көр. Оқушылар үй тапсырмасын дәптертеріне жазып алады. Одан кейін рефлексия. Бүгінгі рефлексияда оқушылар салт-дәстүрлер жинағын құрастырады. Жинақты қалай құрастырады? Жинақты сұраққа жауап беру арқылы құрастырады. Яғни, бүгін нені үйрендім, маған қызықты немесе қызықсыз, яғни түсініксіз болған тұсы, алдағы уақытта білгім келеді деген сұрауларға жауап беру арқылы салт-дәстүрлер жинағын құрастырады. Одан кейін балалар бағалау кестесі арқылы толық бағаланады. Сабақтың өн бойында жинаған балдар арқылы қорытынды баға қойылады.